Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша дидактикалық материалдарды дайындау технологиясы пәнінен дәрісімізді жүргіземіз. Мен мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасының педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы Тұңғатова Нұргүл Әмірханқызы. Дидактика дегеніміз бұл ежелгі грек сөзі, яғни үйретуші, оқытушы деген мағынаны білдіреді. Бұл ұғымды ең алғаш енгізген неміс педагогы Ратке. Дидактика білім беру мен оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттейтін педагогика ғылымының бір саласы болып табылады. Дидактика педагогиканың жалпы категорияларын тәрбие, педагогтық іс-әрекет, білім беру жүйесінде пайдаланады. Сонымен қатар дидактиканың негізгі категориялары білім беру, оқыту, сабақ беру, оқыту принциптері, оқыту процесі және де оның компоненттері, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері, құралдары жатады. Бұл бір-бірімен өзара байланысты болады және де сонымен қатар ғылыми дидактикалық жүйенің бір бөлігі ретінде қарастырылады. Дидактикалық материалдар топта немесе үйде өздігінен жұмыс істеу үшін балаларға таратылады, немесе бүкіл топ алдында тәрбиешінің көрсететін көрнекі оқу құралының ерекше үлгісі болып табылады. Дидактикалық материалдар, үйлестірмелі материалдар әр баланың қабілетіне қарай беріледі. Көп жағдайда карталар, кестелер, суреттер, өсімдіктер, жануарлар бейнеленген суреттер, жеке суреттер беріледі. Пәннің негізгі мақсаты балаларды дидактикалық материал арқылы жеке тұлға ретінде дамытуға көмектесу болып табылады. Екіншіден, дидактикалық материал ойын арқылы балалардың жан дүниесін тану, оны сыртқа шығару жолдарын меңгерту. Үшіншіден, әр баламен жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беру. Төртіншіден, бірлікке, достыққа, шапшаңдыққа баулу болып табылады. Негізгі міндеттеріне жеке тұлғаны өнегелі бағытта болуын тәрбиелеу, жеке тұлғаны шығармашылық қабілеттерінің дамуына жағдай жасай білу, және де білім алуға қызығушылықтарын арттыру. Балалардың дидактикалық материалдар құзыретті тапсырмалар арқылы өздігінен білім алуларына, ізденулеріне мүмкіндік беру болып табылады. Дидактикалық материалдар мектеп жасына дейінгі балалар үшін өте тиімді. Дидактикалық материалдардың негізі бұл ойын. Ойын арқылы оқыту мен тәрбиелеу баланы жалықтырмайды, сонымен қатар қызығушылығын оятады. Белсенділігін арттырады, денсаулығын нығайтады. Балалардың ертеңгі үлкен азаматтыққа жалғасуы, жеке басының ерекшеліктері, беделдері, оның бүгінгі ойын әрекет үстінде қалыптаса бастайды. Ойын арқылы баланың шығармашылық мүмкіндіктері, эмоционалдық көңіл күйі және де бүршік атып білінеді. Бірінші сабақ бойынша дидактикалық материалдарды дайындау технологиясы пәнінің оқу бағдарламасының құрылымы мен мазмұны айқындалады. Міндеттері, жұмыстың құрылымы және оны орындау мазмұнын ұқыпты танысу. Екіншіден, дидактикалық материалдарды дайындау технологиясының міндеті білім беру стандартымен және де оқу бағдарламасын жасауға қажетті талаптармен оқу әдістемелік құжаттарды қарастыру. Оқу бағдарламасының құрылымын, мазмұнын және де техникалық безендірілуін қарастыру. Оқу бағдарламасының орындалуының мазмұны туралы есеп беру. Жұмыстың құралдары. Дидактикалық материалдарды дайындау технологиясының мемлекеттік міндетті білім беру стандарты, мектеп жасына дейінгі оқу бағдарламасы мен оқулық құралдар, нормативті оқу әдістемелік құжаттар қажет және де дидактикалық талаптарға сай болу қажет. Әрбір практикалық тапсырмалардың соңында жұмысты орындаудың нұсқаулығы тұрады. Мысалы, бірінші практикалық сабақ бойынша оқу бағдарламасын жасаудың дидактикалық талаптарын оқу әдістемелік құжаттардан қарастырылады. Оқу бағдарламасының жасалу принциптері, құрылымы, нақты оқу материалдарының көлемі, толықтығы, біртұтастығы дидактикалық принциптерге негізделе отырып анықталады.
Оны тақырыптарға бөледі. Уақыт мөлшерін белгілеп, тақырыптың мазмұнына сәйкес оқу материалдарын логикалық жүйеде қарастырады. Тақырыптық оқу мазмұны екі бөліктен құралады, яғни теориялық бөлімі оқу материалы, ал екінші практикалық бөлімі нақты іс-тәжірибемен көрсетіледі. Оқу материалын бала игерудегі оның білімі мен іскерлігіне қойылатын міндетті талаптарды анықтауда қажет. Қолданылған әдебиеттерде бағдарламаның соңғы бір құрылымына енеді. Олардың тізімі жұмыстың соңында көрсетіледі. Әрбір практикалық сабақтың соңында жұмыстың орындалу шартына ескертулер тұрады. Мысалы, бірінші практикалық сабақ бойынша студент бөлім бойынша оқу бағдарламасының модулін жасауда дидактикалық принциптерге, талаптарға міндетті түрде негізделеді. Белгіленген оқу материалының көлемін, мазмұнын, аумақтығын өзгертуге, толықтыруға, ықшамдауға, жетілдіруге мүмкіндігі бар. Баланың белсенділігі мен қызығушылығының қабілетінің артуына оқу материалдарының ықпал етуі. Белгіленген уақыт мөлшері сабақтың өткізілу тәртібіне сәйкес келуі. Оқу бағдарлама жобасының теориялық негіздемесі. Осы секілді барлық практикалық сабақтардың соңында жұмыстың орындалу шартына ескертпелер міндетті түрде жазылып отырады. Барлық практикалық сабақтарға қысқа тоқталып өтер болсам, екінші практикалық сабақ бойынша мектеп жасына дейінгі балаларға қағаздан, картоннан, яғни жұмыс орындауға үйретудің мазмұны мен технологиясы. Бұның мақсаты дидактикалық материалдарды дайындау технологиясының сабағында мектеп жасына дейінгі балаларға қағазбен жұмыс орындау сабақ жоспарының жобасын жасау болып табылады. Бұның негізгі міндеті жұмыстың құрылымы мен мазмұнымен ұқыпты танысу болып табылады. Сонымен қатар, көмекші оқу әдістемелік құжаттармен оқытудың мазмұнына тиімді құралдарды негіздей алуы. Соңында барлық орындалған жұмыс бойынша есеп беріліп отырады. Үшінші практикалық сабақ бойынша балаларды табиғи материалдардан жұмыс орындауға үйретудің, оқытудың мазмұны және оның технологиясы көрсетіледі. Мақсаты дидактикалық материалдарды дайындау технологиясының балалардың табиғи материалдан композициялық объекті орындау болып табылады. Негізгі міндеттеріне жұмыстың құрылымы және мазмұнымен ұқыпты танысу, белгіленген тақырыптың оқу материалы мазмұнымен танысуы, орындалған сабақ жобасын тексеру, әдеттегідей орындалған жұмыс туралы есеп беру болып табылады. Келесі тақырып бойынша мектеп жасына дейінгі балаларға ағаш материалдармен жұмыс орындауға үйрету болып табылады. Әр дидактикалық материалдарды игерту кезінде балалардың жас ерекшеліктері ескерілу қажет. Келесі практикалық тапсырма балалардың матадан жұмыс орындауға үйретудің оқыту мазмұны және оның технологиясы туралы болады. Балаларды ермексаздан бұйым орындауды үйретудің мазмұны мен технологиясы. Балаларды қолөнер бұйымын жасауға үйретудің мазмұны мен технологиясы. Балаларды техниканы құрастыруға үйретудің мазмұны мен технологиясы қарастырылады. Келесі тапсырма балаларды тұрмыстық бұйымдарды күтуге үйретудің мазмұны мен технологиясы. Әрбір жоғарыда аталған практикалық тапсырмалардың дайындау технологиясы көрсетілген.
Сонымен қатар, әрбір практикалық сабақтың тақырыбы, мақсаты, міндеттері, жұмыстың құралдары қажетті, жұмысты орындауға нұсқаулық, жұмыстың орындалу шартына ескертулер міндетті түрде көрсетілген. Бүгінгі дидактикалық материалдарды дайындау технологиясы бойынша практикалық сабақтарды қысқаша шолу осымен аяқталды. Егер де практикалық тапсырмаларды орындау барысында туындайтын сұрақтарыңыз болса, байланыс нөмірімді және электронды поштамды қалдырамын. Сау саламатта болыңыздар.